Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге керемет пирогтың жасалу жолын ұсынатын боламын. Дәміне енді сөзсіз ғашық боласыздар. Өте дәмді, бананмен керемет үйлеседі, ауызға салса еріді. Бұны кез келген қонаққа да, үйдегілерге жасап қуанта берсеңіздер болады. Құрамы да қарапайым заттардан тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге үйреніп алыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бізге таза құрғақ ыдысымызға алдымен жұмыртқаны салып аламыз. Үстіне бір ас қасық қантымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне ерітілген сары майды немесе бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз және разрыхителді қосып, жақсылап араластырамыз. Басында осылай венчикпен араластырып, кейіннен қолымызбен араластырып, жұмсақ қылып қамырымызды илейтін боламыз. Бізге қолға жабыспайтын, өте жұмсақ песочник тестамыз дайын болады. Құрамы өте қарапайым, достар, міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Қараңыздар, біздің қамырымыз дайын болды, өте оңай, жұмсақ. Ұнды құрамнан артық қоспаңыздар, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Енді формамызды аламыз. Менде 20 диаметрлі форма, 22 диаметрге де жасасаңыздар болады. Енді осы қамырымызды шет-шетіне бортиктарын жасап, формамызға жайғастырып алып аламыз. Міндетті түрде дәл осылай жасап алыңыздар. Асықпай шет-шетіне бортиктарын жасап, қолымызбен жұқа қылып қамырды жайғастырамыз. Шет-шетін осылай қолымызбен немесе шанышқымен түзулеп жіберсек те болады. Мінекей, енді біздің формамыз дайын болды. Енді осы күйінде бөлек жерге алып қоямыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақтың үстіне қантымызды саламыз. Шамамен 100 граммдай, 5 ас қасықтай болады. Қантымызды салып алып, үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Және де оның үстіне 2 ас қасық кукурузный крахмал немесе ұн қоссаңыздар болады. Егер де кукурузный крахмал болмаған жағдайда ұн қосып жібере берсеңіздер, өте керемет болады. Енді барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай сұйық массамыз дайын болуы қажет. Мінекей, осымен дайын начинкамыз. Ал енді бізге 2 дана банан қажет. Менің банандарым өте жұмсақ банан. Қабығын барлығын алып, тазалап алып, осылай бөліктерме бөліп шығатын боламыз. Барлығын бір кекі қылып аламыз. Мінекей, осымен біздің банандарымыз да дайын болды. Енді жаңағы дайын болған формамызға осы банандарымызды тура видеодағыдай тізіп шығатын боламыз. Бананды ұнататын болсаңыздар, көп мөлшерде қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болады. Енді мінекей барлығын жақсылап тізіп алып, жайғастырып шыққаннан кейін жаңағы сұйық начинкамызды осы бананның бетіне толықтай барлығын құйып, осылай жайғастырып, бүкіл шетіне тегізіп аламыз. Барлығы бетін жауып тұруы қажет. Енді осы формамызда ауасы шығаратын болып, осылай дәл видеодағыдай 1-2 мәрте сілкіп аламыз. Қысып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Толықтай суығаннан кейін барып формамыздан шешеміз. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Мен осылай клубникамен сәндеп шықтым. Өте керемет болады. Бұл пирогты сатылымға шығарып, пайда тапсаңыздар да болады. Сондықтан міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Толықтай құрамын төменде описание бөліміне қалдырамын. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.